Жылдан мәлімдеме тарады, көріңіздер, хабардар болыңыздар. Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтар ең біріншілерден болып біліңіз келсе, арнамызға жазылып лайк басуын ұмытпаңыз. 2024 жылдың күзінен бастап Қазақстанда қыздарды жатырма ойын обырына қарсы вакцинациялау басталады. Алматы қаласы өңірлік коммуникациялық қызметі 2024 жылдың күзінен бастап Қазақстанда жатырма ойын обырына қарсы 11 жастағы қыздарды жаппай вакцинациялау жоспарлануда. Бұл ақпаратпен өңірлік коммуникациялық қызметінің алаңында Алматы онкологиялық орталығының онкология бөлім меңгерушісі Райхан Болатбекова бөлісті. Райхан Болатбекова жатырма ойын обыры елдегі әйелдерде жиі кездесетін қатерлі ісіктердің бірі екенін атап өтті. Жатырма ойын обыры әйелдерде онкологиялық аурулар бойынша екінші орында. Жыл сайын осы қатерлі дерттің 2000-нан астам жаңа жағдай тіркеледі. Алматы 2022 жылы жатырма ойын обырының 223 жаңа жағдай анықталған. Соңғы 10 жылдықта ауру 20-30 жас аралығындағы жас әйелдерде жиі кездеседі деп бөлісті ол. Ұлттық онкологиясының мәліметтері бойынша Алматыда жатырма ойын обырының 55% бірінші кезеңде анықталады. Сарапшылар аурудың ерте диагностикасының өсуі оны ерте анықтауға бағытталған скрининг бағдарламамен байланысты екенін атап өтті. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.